жаппай иномарка міну сән болды кезінде. Жаппай иномарка міну сән болды. Түгел шетелдік автокөлік ескі бола ма, қай жыл бола ма, иномарка міну сән болды. Сондай сияқты көшеде жаңағы жаппай газельмен адамдар тасу сән болды. Біртіндеп қалды. Қоғамға белгілі бір деңгейде осындай бум жаңағы қажет. Бірақ біртіндеп барып тұнады, реттеледі. Дәл қазіргі жағдайда жарыса берсін, блогер көбейсін, бірақ егер әңгіме блогерлерге ешкім ақша бермей қойса, өзіне тоқтайтын еді. Бірақ әкім өзін мақтатуға ақша береді, өтірік емес. Бір әкімнің СММші дейді, бәленбайы дейді, бір әкімнің артында 7-8 блогер отыр. Егер ақша беруді қойылған жағдайда, жаңағы блогерлер өз-өзінен тоқтайтын дүние. Мемлекет жаңағы тіркелген өкіметтік емес ақпарат құралдары қалады. Блогерлер ақша алмаса, қоғамға жаны ашитын санаулысы ғана қалады. Олар керек, өйткені олар шын мәнінде ағашты бір заңсыз тапса нетеді, басқа бір мектепте бір зор болса